Ақпаратты жасыру мүмкін емес. Бәрібір тарап кетеді. Жоқ. Бастық тыйым салды. Бір жағынан дұрыс та. Халық онсыз да алаңдап отыр. Егер де біз ана кісіні вирус таратып жүр деп айтатын болсақ, халық одан сайын паникаға беріледі. Ал біз оған жол бермеуіміз керек. Шынымды айтсам, өзімде 100% сенімді емеспін. Мынау ше? Міне тұрғай қорытынды. Білесің бе, халыққа көп нәрсені айтпай қойған дұрыс. Өздерінің қауіпсіздігі үшін. Алдымен ана бәлені ұстайық, сосын айта жатармыз. Айту ешқайда қашпайды. Желіде видеосы тарап кетті ғой. Міне, мына Әрсеннің арқасында. Астындағы пікірлері де сұмдық. Полицейдің шамасы тек шал кемпірге жетеді. Ал мынандай адамды ұстауға келгенде қауқарсыз. Ал сен мынаған қара. Кешегі ұсталып қалған пранкер. Автобуста сілекейін жағып жүр дейме бір бәлесі бар. Осын тарату керек бақ өкілдеріне. Ана блогер сымақтардың бәрі білсін. Ал ана ақсақты ұстауды маған қалдыр. Жақсы, түсіндім. Адамдар азайыпты ғой. Ақыл кірейін деді ғой? Білмеймін. Кешке қарай көпшілігі кетіп қалды ғой. Жарайды, жақсы. Дұрыстап қара. Алло. Айдар? Қазір ме? Жақсы. Күт. Кім? Кім деймін? Айдар, тезірек кездесу керек. Қалай қарайсың, а? Айдар, уақыт тап, өзің үшін тап. Бастығың, тіпті анау жоғардағыларың білсе, саған өте қиын болады. Мен сенің алдынан өтейін деп тұрмын. Соған рахмет айт. Өй, тоқтаңыз. Тыңдап тұрмын аға. Мұнан сізге берейін. Мені бірдеңке қылып сыртқа шығарыңыз. Жарты күнге барам да қайтып келем. Не деп тұрсыз? Сіз жақсы білесіз. Қазір карантин. Оның үстіне анализ әлі біткен жоқ. Қызықсыз. Ой, мені жау алмайды. Сыртта жұмыстарым бар еді. Мен ауру емеспін ғой. Жоқ. Ренжімеңіз аға. Кәмшат асыңыз. Иә, мен сізге келіп едім. Жас қызметкерлерге қарасты палаталар жайында. Олар санэпидемиологиялық талаптарға мүлдем сай емес. Мына жерге бәрін жаздым. Бір палатада 2 швабра тұр.
Сабын бөлек тұрудың орнына раковинаның үстінде жатыр. Осындай майда шүйделер өте көп. Қоғам бір жақтан, біз бір жақтан. Сол медперсоналды қинайық онда. Онсыз да жастар ауруханаға жұмысқа тұрудан бас тартуда. Мен медбикелерге қысым көрсеткім келіп тұрған жоқ. Бұл талап, ол орындалу керек. Түсінем. Талапты міндетті түрде орындау керек. Орындап та жатырмыз. Бірақ неге тек дәрігерлер міндетті? Тыныштық па, не болды? Кешіріңіз, қамшы атасаңыз да. Пациент қашып кетіпті. Міне, Қаза ұрысты бұл әндеген не болды сонша? Бұл көрдіңіз бе? Біздің жұмыс осы. Ал сіз қайда бір майда шүйделерді айтасыз. Қазір сен осында тұра тұр. Не, айта беріңіз. Мұрныңның астында жезөкшелер үй жұмыс істеп тұр. Монша, кальян. Мынаны ертең шығарып жіберсем, оңбай таяқ жейсіңдер. Бұл біздің қалада екенін қайдан білемін? Дәлел бар ма? Жоқ әлде жала жауып тұрсыз ба? Алдыңнан өттім, Айдар. Ертеңге дейін күтем. Болмаса желіге салам. Абырой әпермейді. Және де мен бұны саған жаным ашығандықтан жасап отырмын. Сізді мен түсінбедім. Не керек өзі сізге? Айтыңызшы. Қазір маған керегін айтайын. Әрсен. Бұл не болды сонда? Шантаж ба? Не болды балаңыз менен алысып? Қайдағы балаңыз? Шантаж емес. Бизнес, сауда. Мен де жұмыс жасап жүрмін ғой. Мекен жайды берем. Ешкімге білдірмей барасыңдар да жауапты істейсіңдер. Сөз берем, құда да тыныш, құдағи да тыныш. Мынандай қиын кезеңде мынандай іспен айналысуға ұялмайсыз ба? Ақша бар, бірақ мен сізге бір тиын да бермеймін. Түсінді ме? Онда өзі балың өзіңе. Ертең ел шулатам. Мына бәлең артынан түсу керек. Қанды ішіп бітті әбден. Көтам, Саламатсыз ба? Қыздар бар ма екен? жоқ қыздар, Мен жаңағы өзім... жоқ қыздар дедім, кетіңіз бір жерден. Сообщение. Құдайым-ай. Ай. Түй. Енді не істеймін?
Айдарға звондайыншы енді. апай қайда барасыз? Жақсы болды ғой. Атакентке апарып тастайсыз ба? Отырыңыз. Ой, әбден тұмшаланып алыпсыз ғой. Дұрыс қой енді. Мына ноутбугым бұзылып қап, Атакенттің қасында бір бала бар, соған апара жатырмын, жасап берсін деп. Қазір карантин, барлық жер жабық. Ай, карантин екен ғой айтпақшы. Ай, құдайым-ай. Бәрі жабық. Қайда апарам енді? Ой, не болды? Қайда барасың? Қайда барасың? Мынау не істеп тұр мына жерде? Жігіттер, қыздар, өтініш кішкене тезірек жұмыс істейікші. Үшінші көлік қайда? Білмеймін. Мына көлікке неше қорап сыйды? 200. 200. Мына бетін жақсылап тұрып скотчтау керек. Айдар! Ейжан, қалайсың? Жақсы амансың. Амансың ба? Блогерін дайындым. Ол бірге барды. Қойш. Ол үйдегі адаммен сөйлесті, бірақ оған есік ашпады. Қысқасы, притонның сол жер ғой деймін. Сенімдісің бе? Солай сияқты. Енді шене тұрыз. Бастығыңа айтып, притонды жабайық та? Алдымен анық көз жеткізіп алу керек. Мүмкін бір кісіні жіберсе қайтеді. Жоқ, олар ақымақ емес. Өйткені оған есік ашпады. Демек, олардың тұрақты клиенттері бар деген сөз. Мүмкін. Сен қазір. Алло. Не деп тұрсың? Не болды, тыныштық па? Мамам жол апатына түсіпті. Айдар! Мама! Не болды? Зәремізді алдыңыз ғой, амансыз ба? Қорықпа балам. Бәрі жақсы, аманмын. Снимогын бәрін жасаттық, Аллаға шүкір, қорқатын ештеңе жоқ. Мама, сіз көшеде не істеп жүрсіз? Не ағған такси ол? Қайда бара жатыр едіңіз? Карантин кезінде адамды үйде отырма ма екен? Енді мына ноутбугым бұзылып қалды, соны жөндетейін деп. Мама, сіз қайда апарып жөндетейін деп едіңіз? Қазір барлық жер жабық қой. Енді бұның бәрі есімнен шығып кетті. Қайдан білейін енді? Бекжан, қалайсыңдар? Сендер дәуреге салдың ғой, жұмыстарың қалай, жақсы ма? Уайымдамаңыз. Біздің жұмыс осы. Ештеңе. Мама, басыңыз бір жеріңіз ауып тұрған жоқ. Кішкене шаршаңқырап. Оңай емес қой енді, жол апаты. Жолда қалдыңыз. Ана байқұс шопыр не болды екен? Аяғы сынбап екен. Есі ауысқандай, көлігін тастай қаша жөнелді ғой өзі ақсаңдап. Шопыр қашып кетті дейсіз бе? Алдымен есінен танып қалды. Рөлге ие боламай қалды. Одан кейін мәшинеден шықтық да, ақсаңдай жөнелді. Мен өзім көліктен әрең шықтым.
Мошин Аман Уралов деген жігітке тіркелген. Адресін қара, сенің жағың емес пе? Иә, дәл солай. Қазір жүрейік. Саламатсыздар ма, құрметті менің көрермендерім, құрметті менің оқырмандарым. Мен сіздерге қазір арнайы эксклюзивті видео көрсеткім келіп отыр. Біздің қаламызда карантин жарияланған білесіздер. Бірақ әкімшілікте, полицияда жұмыс істейтін қызметкерлер өздерінің жұмыстарын дұрыс атқарып жатқан жоқ деген ойдамын. Біздің қаламыздың бір жерінде жеңіл жүрісті қыздардың притоны жұмыс істеп тұр. Бұл деген масқара. Егер сол қыздардың біреуіне коронавирус жұқса, қанша адамға тарайды? Өйткені ол жерге келіп кететін адамның санын біз білмейміз ғой. Сондықтан мен әкімшіліктегі Айдар Асылбеков деген мырзаға сұрақ қойғым келіп отыр. Құрметті Айдар мырза, сіз өз қызметіңізді дұрыс атқарып жүрсіз ба? Менімше, сіз қызметіңізге сай емессіз. Өйткені осындай карантин кезінде өрескел қате жіберу біздің мемлекетке сын. Біздің қаламызда емес деп айтатын шығарсыздар. Кешіріп қойыңыздар. Ертең мекен жайын салып тұрып, осы видеоны тағы да жіберем. Күтіңіздер. Олай болса, құрметті менің көрермендерім, осы видеомен бөлісіңіздер және астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мама, мен барып шай дайындап жүрейін. Жоқ, рахмет жаным. Мен барып жат демалайын. Алло, Айдар, сөйлесе аласың ба? Иә, не болды? Айта бер. Мамам қалай? Үйге келдік. Мамам демалам деп жатып қалды. Айтайын деген әлгі ақсақ адам бар ғой. Сол жалғыз емес сияқты. Оны қайдан шығардың? Егер де түсіріп тұрған қарапайым тұрғын болса, кем дегенде сен не істеп жатсың деп сұрайтын еді ғой. Жақсы, түсіндім. Қазір айтам. Сен не істейсің? Мен қазір қайтадан жұмысқа кетем. Мамам демалып жатыр. Жарайды, жақсы. Сендерде әлгі криминалистер бар емес пе? Соларды шақырайық та. Саусақтан басын алсын. Ол үшін арнайы рапорт керек. Иесінің өзі арыз жазу керек бұл күнде. Сосын аса ауыр қылмыс болмаса, ондайды экспертиза жасай қоймайды. Карантин жағдайында қарапайым угонға осынша уақыт пен ресурс бөлмейді, Айдар. Мұны кім алып кеткен сонда? Есіктің алдында тұрды ғой. Бір оңбаған біреу екен. Соттау керек оны. Менде сұрақ көп. Неге мен үйім жанындағы көлікті айдап кеткен? Сосын тап неге мен шешем жеткізіп тастамақшы болған? Білмеймін, өзім де түсінбей тұрмын. Алло? Иә, қазір жарты сағатта жетем. Мұқтаж отбасыларға азық-түлік тараттық. Сосын ана вирус таратты деген адам іздеп жүрміз. Жақсы. Иә, қазір жетем. Түсіндім. Бастық шақырып жатыр. Сен жұмыс істей бер. Рұқсат па? Кел. Иә, қайда жүрсің? Мұқтаж отбасыларға азық-түлік тараттық. Сосын вирус таратушы деген адамды іздестіріп жатырмыз. Мен саған оны табу керек дегенде, басыңмен кіріп кет дегем жоқ қой.
Сен детектив емессің. Ол полицейлердің шаруасы. Кешіріңіз, кінәлімін. Ал енді мына жезөкшелер не қыламыз? Нақты біздің ауданда ма екен? Неге қадағаламағансың? Бізде мұндай жер жоқ болатын. Былтыр әкімнің тапсырмасымен толықтай профилактика жасаған болатынбыз. Ал мына жер қайдан пайда болды белгісіз. Маған біраз уақыт берсеңіз, мен бәрін анықтаймын. Анықта, тексер. Егер шынымен солай болса, аямай жазалау керек. Бүкіл еңбегіміз еш болды. Сен екеумізді қоғам қатты сынақ қалып жатыр емес пе? Саламатсыз ба? Қыздар бар ма екен? Жоқ қыздар. Мен жаңағы өзім... Жоқ қыздар дедім. Кетіңіз бір жерден. По записи. Келсе де сынақ, сөнсе де шырақ, үміттін үзбеген. Жаны сыр бермес, намысын бермес, қазақпыз біз деген. Кең аллам орам, самғаған қыран, қанаты талғанша. Кен алмас тұстан, жең алмас дұшпан, бірлігің бар болса. Ол күнінде сынаққа сүрінбе, жақсы үміт гүлі, жақсылық нұры.